zor океан білген жүзеді. Пал тұрмыстан алма анар үзеді. Алғыр бүркөт шабандозлар шаршамас, шат заманда не керегін сүзеді. Ассаламалейкум қадірлі замандаслар. Біз бүгін үрітушілік топарымыз бенен Қанлыкөл райондағы Бостан ауыл қаралар жиындамыз. Бұл жерде өткен әсірдің 60-70 жылларында алым көк аты менен белгілі алымсыз әулетлары менен ұшырасып, бұл жерде шабандозлықтың сырлары хақында сөйлесеміз. Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам. Харман аға. Бар Біз сізбенен шабандозлықтың, ат бағудың, атты бәйгеге қосудың сырлары хақында сөйлесек. Қанлыкөл районындағы шабандозлардың тарихына бір тоқталып өтсек. Сізде әзір ата бабаңыздан кетірген кәсіп болса керек. Менің әкем Ережеп ұлы алым болған, 24-ші жылы туылған, сондан бері шығып, 50-ші 60-ші жылдан бастап атшылар жігіт болып. Сондан кімсең алым көк атанып, ат шапқан адам. Өзін Түркменстан, Қазақстан, Өзбекстанға бейгілі, Қарақалпаққа бейгілі шабандоз болған. Тойларда алым сейістің аты келді ме, алым көк келді ме деп халық күтіп отырған. Сонан атын шығарып, бейгілі шабандоз болып, ат ұстаған әкеміз болған. Мен соның балаларының 3-ші баласыман. Атым Бүрістем. Менем ата жолын қуып ат ұстап атырман. Атларым бар, бәйгеге қосатымын, шапқа қосатымын, қосып атырман. Құдай берген байрақларды, бәйгелерін алып атырмыз. Сіз айтып атырсыз ғой жаңа, алым көк, алым сейіс елге белгілі болған. Енді бұл бәйгеге ат қосып белгілі болған ба, ямаса лақ ойын ойнап белгілі болған ба, қайсы тәрепменен халыққа танылған? Бұл әкеміз бәйгеге ат қосып танылған. Бригад болған, пақтакеш болған, белгілі. Асылымның ат бойынша көк аты болған, көк ат арқалы кімсең алым көктіп бәйге қосып атты, сейіс болып. Демек сол көк аты менен орларды алып Қарақалпақтың тойында мына атамыз Қалибек Камаловтың қолынан небір кілемдерді, байрақтарды алған. Елеге дейін сақланып тұрыпты кілемдері. Сол Қанлыкөл районында басқа да сол тарихта қалған, сол халыққа белгілі болған қайсы шабандозларды атап өте аласыз? Ол қазір Қанлыкөл районы бойынша мынаманда Қылышназар деген атамыз бар еді. Қазір оның баласы Аразгелді аға бар, оның баласы Құдайберді бар. Солар қазір ата жолын қуып ат ұстап жүріпті. Ондан кейін міне Төребай Палуан деген бар, Төребай Сейіс дейді районда. Аманбай Қожа деген бар, белгілі сейіслер. Сәрсенбай Сейіс деген болды мына Қожалар районында, Ташкент совхозында. Басқадай сейіслер көп. Жас сейістері әзір бар. Әммесі сол атқа құмаршылық Қанлыкөл район бойынша жүдә көп әзіргі уақытлары. Ат мінезлі келмесе шаппайды дейді. Онысыз жүрек болу мүмкін емес дейді. Бұған пікіріңіз қандай сіздің? Ат әр уақыт мінезі, формасы, өзінің әрекеттеріне белгілі болады. Мысалы мына ат. Бұның атасын, енесін бәрін білеміз. Қайсы аттың баласы, қайсы аттан туылды енесінен, бұрын шабылған ба, шабылмаған ба, мына мүшелеріне қараймыз, бөксесіне қараймыз. Міне бөкселері биік, сұлу болып келсе, иығы мына зор болып келсе, басы кетілеуді кішірек болып келсе, ат жақсы бола береді. Келті тұяқ мінекей, тік тұяқ дейді, жалпақ тұяқ дейді. Құйма тұяқ дейді, мына құйма тұяқ. Табан тұяқты болады. Жалпақ болып келеді ол. Құйма тұяқ жақсы болып келе береді. Шаршамайды. Білезік дейміз, мына білезігі мінекей. Келте болса ат жақсы бола береді. Ақсамайдан етпейді. Әрқайсының өзінің төртісі несі бар, жағдайы. Соған қарап айырамыз. Бүрістем аға, міне атларды бәйгеге қоспастан алдым. Бұларды медициналық тексеруден өткеру, шабандозында физикалық бір әрекетлерін тексеру жұмыслары, мәселен атлардың от шөбі жеме деген, бұл қандай болады бұның денсаулығына әтібар қарату? Бұның денсаулығына әтібар бергенімізде бір шөбінен бастап әтібар береміз. Шөбін тазалаймыз, нетеміз,
Hem mezatını тазалап, жемін hem тазалап, керек десең жемін майдалап, оған her türlü доз, витаминleri var, соларды беріп, керек десең алма, ondan кейін кешір, солардан майлы араласып сөйтіп бағамыз бұларды. Мәккенің майдасымен бағамыз. Сол семіруіне, жағдайына әмі қат еті бар, соған қаратылады. Мына әптеге 2 мәрте әкеліп, мына жерге шомылдырамыз, суға түсіреміз, шомылдырып, апарып байлаймыз. Керек таза болу керек. Отырған жатқан жерден тазалаймыз, тұрған жерден таза, шөбілерім тазалап беріледі бәрі. Тикарға бұлардың жемі жүгері ме, қандай? Жүгері. Жүгері болғанда да бізде қандай қылып бересіз жүгеріні? жүгеріні майдалап береміз, жарып бересіз. Қайнатасыз ба? Я қайнатпаймыз. Жарып бергеннен керек емес. Бұлай бидайды бірақ суға жібітіп беремін, бидай берсек. Әзірге баққан уақытта берілетін нәрсе жүгері. Жүгерінің парқы бар. Bir жаздық жүгері дейді, ташкентский жүгері дейді, матқайыр жүгері дейді, бой жүгері дейді, ақ жүгері дейді. Біздің қарым. Соның ішінде біз матқайыр мен бой жүгеріні береміз. Себебі азында болса да олар күштірек болады аңға қарағанда. Соны беріп шауамыз бұлар. Бағамыз соғылады. Аза үйіл ағып 3 ай бағылады. 3 ай баққаннан кейін мұны әстейін шығарып, бірімдеп байлап қоямыз, қантарып қоямыз дегенде, бір 3-4 күн қантарып тұрады, ашқаға қылаймыз. Таң асыру деген бар сейісте. Мысалы, кештен бастап, ертеңнен кешке дейін ештемей бермейміз. Себебі тартылу керек, аз өзін сезеді. Сондан кейін барып, 3-4 күннен кейін барып, әстен мініліп, әстен 2 айлап, 60 күн үлеп мініледі бұлар. Сентябрь, октябрь, ноябрьге қарап, тойға тайырланса, тайымызды шоуға апарамыз. Рүстем аға, Қарақалпақ халқында жылқыға байланысты дәстүрлер, ойлар әзелден бар. Бұл ат, мал емес, рухи байлық дейді. Сол айтқандай шабандоз атпенен бірге болу керек дейді. Атты түсіну керек дейді. Енді шабандоздың киімдері қандай болады? Оны шабатұғын адамның жасы, оның салмағы қандай болу керек? Енді ат атап айтқан ат қанатың деп, ат жолдасың дейді бұлайғанша, бұрыннан келетін әңгіме. Сол міне ат пенен шабандоз, сейіс екеуі тілдеспесе ат шаппайды. Кейінгі нәрсе атты шабатын уақытта ат бабына келу мүмкін. Бірақ соны шабатын бала да соған қолай болу керек. Мысалы, бала әзі біз айтамыз 3-4 класс балалар дейміз. Салмағы 35, 32, 40-lardan ауыр болмаған балаға шаптырған жақсы бола береді атты. Ол сол салмақта жеңілік болады. Қанша жеңіл болса, сол жақсы болады атқа да. Ат спортын рауажландыруда ең ахметлі нелер керек деп ойлайсыз? Енді Қарақалпақта ең керек заттың бірі атларды өзімізден шығаруымыз керек. Көп адамдар сырттан әкеп жатыр да, ол шауып жатыр, атағын алып жатыр да, пәленше ол. Бірақ әкеледі 1-2 той шабады, ақсап қалып жатыр атлар. Ал бізде өзімізден шығару керек та. Анасынан өзімізден тәрбиелау керек, атасынан өзімізден қолдан тәрбиелау керек. Сырттан әкелу керек бірақ. Атасын әкелу керек, анасын әкелу. Соларды өзімізде тудыру керек та баласын. Тайдың аяғы, тұяғы жерге түссе осыманда, туылса осыманда. Сол ат бізге шыдамды болып келіп жатыр. Біздің шариғатымызға үйренеді. Біздің шариғатымызға, ойымызға, биігімізге, шөлімізге, суығымызға, ыстыға үйренеді ол. Енді өзімізден атлардың қандай нәсілдер бар? Бұрын ата-бабаларымыздан кеткен жүйрік атлардан. Енді бізде ата-бабамыз қарабайыр атларын шапқан бұрын. Қазір әсен олардың тұқымларын көп жерлерде көбейтіп жатыр, көп жерлерде. Бірақ бізде көбінесе дұрысын айтымызда английский атларға кетіп баратырмыз. Олар сұлулыққа да жақсы, шабуға да жақсы, жүйрік. Кейінен мына английский менен ақыл-текенский, түркменнен ақыл-текенский породаласы бар. Солардан қосылып шығып жатырыпты, сұлулыққа да. Бірақ бәрі бізде сырттан келген ақыл-текенскийден, сырттан келген английский атлар дейміз, олардан көріп бізде солардан туылған тайлар жақсы болып шығып жатыр да, туылған. Ал сізде аттың қандай нәсілдері бар? Менде английский порода дейді, солар бар английский. Ондан ақыл-текенский мен қоспақ туылғаны бар. Солардан туылып тұр. Жаңа көрсетілген жаңа атлар, оларым ақыл-текенский менен английский қоспақ, английский мен английский биеден туылғанлар бар. Енді шабандоздар басқа кәсіп иелеріне қарағанда
ажыралып тұрады. Себебі ат адамды танытырады халықта. Көп адамдар болуы мүмкін, біреулер қошқарға құмар болады, біреулер қораз ұрыстыруға. Оларды адамдар танымайды. Ал атты тәрбиелесең, бір екі тойға апарып шапсаң, пәленше келіпті, төленше келіпті, атымен келіпті дейді. Мысалы келтірсек, сіздің әкеңіз алым көп. Атыменен белгілі болған. Атымен белгілі болған. Болмаса оның байлығы болмаған. Ал бір озып келіп, бір жарлық әкелген, ешке дейін. Соны анасы сойып халыққа тарқатып берген. Соны сол ат шауып абырайға ілесіп кеткен. Бір жағынан бірінші орынды алып келген. Және ондан алған байрақты халыққа тарқатып берген. Мысалы, бұл жай Жұмабай дейді да, Мойнақта. Қарақұлақ дейді, әмбе белгілі. Қарақұлақ дейді. Жұмабай деген танымайды. Қарақұлақ келіп пікен дейді. Аттың аты бірақ Қарақұлақ. Жұмабай деген аттың иесін танымайды. Тек атын таниды, Қарақұлақ дейді. Сондай атты танытады, ат деген жігіт адамды танытырады. Атларыңыз қандай сыйлықтарды алып берген сізге? Әрқилы байрақтар албадыңыз. Түйе алдық, ат алдық, баспақ алдық, қой жалдық, Қарақалпақтың тойларында да кілем алдық. Шабандоздық кәсібін өзіңіздің әкеңізден мирас етіп алғансыз. Енді өзіңіздің сол перзентлеріңізге де бұл кәсіп дауам етіп жатыр ма, перзентлеріңіз? Балаларым қызығады балам. Бірақ мемлекеттің жұмысында болған соң онша ете бермейді. Біздер енді пенсионер, бірақ мына ағамның балалары бар, інімнің балалары бар. Олар келіп жәрдемдесіп, солар үйресіп, қызығып тәрбиелеп жатырмыз. Бүгін осы шабандоздардың сырлары, шабандоздардың өзгешеліктері хақында сағатлап отырғанымыз, сөйлесіп отыра беруіміз мүмкін. Солай емес пе? Сізге алдағы жұмыстарда халқымыздың тойларында сол бас байрақты алу несіп ете берсін. Мен айтқаныңыз келді. Рахмет аға. Рахмет інім. Шабандозлар тек қана бәйгеге емес, лақ ойыны, түйме алу, қыз қуу, осы сияқты милли ойындарда қатынасады. Бұның үшін шабандоздан күшті шеберлік, тапқырлық әмде атты басқарудың ең жоғары дәрежесін талап етеді. Қадірлі достар, міне көріп тұрғаныңыздай, біз Қанлыкөл районы Бостан ауыл бұқаралар жиындағы жасаушы Рүстем ағаның ат бағу сырларын сіздердің назарыңызға ұсындық. Келесі эфирлерде көріскенше сау саламат болыңыз.